оңтүстік фильм ұсынады. Бүгінде Түркістанды тұтас түркі жұрты жаңа қырынан тани бастады. Оған елбасының пәрменімен қасиетті Түркістан қаласына жаңа облыстың орталығы мәртебесі берілуі ерекше ықпал етуде. Мемлекет және облыс деңгейіне назар аударылып, Түркістанды түлетуге деген ықылас пен ниет еселене түсуде. Қазақ халқының келешегіне қатысты талай тағдырлы тарихи шешімдер қабылданған қаланы мемлекет басшысының Қазақстанның рухани орталығы Түркістан деп атауында айрықша мән бар. Биыл Түркістан облысының құрылғанына тура 2 жыл толды. 2018 жылдың 19 маусымында тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тарихи жарлыққа қол қойды. Осы күні күллі қазақ жұртынан бөлек исі түркі әлемінің бөркін аспанға атып қуанғаны анық. Дәл осы жылы 29 қыркүйекте Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Түркістанға арнайы жұмыс сапарымен тек өзі ғана емес, өзімен бірге үкімет басшысынан бастап министрлер мен елдегі ірі компаниялардың жетекшілерін де шетелдік инвесторларды да ерте келді. Аты елге мәлім менміндегі небір кәсіпкерлер де Түркістан төрінен табылды. Осы кездесуде елбасы Түркістан қаласын түркі әлемінің мәдени рухани орталығы ретінде дамыту бойынша бас жоспардың тұжырымдамасын мақұлдау және Түркістан арнайы экономикалық аймағын құру туралы жарлықтарға қол қойған еді. Түркістан облысының құрылуының дұрыс болғанын уақыттың өзі дәлелдеп келеді. Түрлі тарихи оқиғаның куәсі болған Тұран даласында Әмір Темір салдырған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Мұның өзі бұл өңірді туризм орталығына айналдыруға сеп бола алады. Биылғы жыл өңір халқының қуанышын еселей түскен, табысы да ерекше тарихи жыл болды. Бүкіл әлем назарын тіктеген Түркістанда елбасының жаңа бастамаларына үлкен бетбұрыс жасалды. Түркістан облысының орталығы болып жарияланған күннен бастап қаламызға деген көзқарас ерекше. Осы қалаға ең алғашқы рет мен оқу үшін келгенмін. Қазақ түрік университетіне. Содан осы жерде өзімнің жарымды жолықтырып, осы қалада қалып қалдым. Біз алғашқы рет келген кезде бұл жерде бұндай керемет көгалдар, демалыс орындары ешқандай болмайтын. Қала бір тіпті дамымаған күйде еді. Ал қазір осы 2 жылдың көлемінде мына облысқа айналғалы бері өте күшті өзгеріске ұшырады. Біз өте қуаныштымыз осындай қалада өмір сүріп жатқанымызға. Осындай қалада міне өзімнің 4 баламды тәрбиелеп өсіріп жатырмын. Алдағы уақытта бұдан да күшті жетістіктерге, бұдан да күшті көркеюлер болатынына сенемін және өзім де соған үлес қосамын. Түркістан оңтүстік Қазақстанның ежелгі орталығы, орта ғасырда қазақ хандығының астанасы болған тарихи мәдени қала. Ұлы жібек жолы өтіп жатқан жерде алып қазақ даласының қиыр шетінде хандарымыздың таққа отыру салтанаты өткізілген. Әрине, символдық аспектілерден бөлек облыс орталығын Түркістанға ауыстыру оңтүстік өңір аумағына өндірістік және экономикалық күштерді дамытуға мол мүмкіндік берді. Бұл дегеніміз өңірге тың импульс береді деген сөз. Түркістан облысы халқы саны жөнінен еліміздегі ірі облыстың бірі. Ал жер аумағы 6.608.000 гектарды құрайды. Құрылғанына 2 жыл болған облыстың шекарасы Жамбыл, Қызылорда, Қарағанды өңірімен және Өзбекстанмен шектеседі. 11 аудан, 3 қала, 841 елді мекеннен құралған. Түркістан облысын дамыту жоспарында қаланың идеологиялық негіздемесін қалыптастыру бойынша 4 бағыт айқындалған болатын. Олар: біріншіден, Түркістан қазақ халқы мен түркі тілдес елдердің ең ірі зиярат және туризм орталығы. Екінші, Түркістан әлемдік деңгейдегі қолөнер және шеберлер орталығы. Үшінші, Түркістан Ұлы жібек жолының бойында орналасқан ірі сауда орталығы. Төртінші, Қожа Ахмет Яссауи рухани тұлға. Міне,
осы 4 бағыт бойынша идеологиялық жұмыстар қолға алынады. Оның бір қатары Түркістан облысы құрылған күні басталып та кеткен еді. Түркістанда 2 жыл ішінде көптеген нысан пайдалануға берілсе, қазіргі таңда құрылысы жүріп жатқандары да аз емес. Ең басты ерекшелік барлығы дерлік шығыс стилінде салынбақ. Мұны Қазақстанның барлық облыс әкімдігі мен ірі компаниялары жүзеге асыруда. Соның ішінде мәдени ошақтары да бой көтеріп пайдалануға берілуде. Түркістан қаласының орталығында орналасқан амфитеатр былтырғы жылдың сәуір айында құрылыс жұмыстары басталған ғимарат пайдалануға берілді. 1000 орынға дайындалған заманауи кешеннің жалпы көлемі 2400 шаршы метрге тең. Амфитеатр Маңғыстау облысы әкімдігінің сыйы. Ежелгі Еуропа елдерінде бұл нысан түрлі сайыстарды тамашалау үшін салынған екен. Тағы бірі Ақжайық музыка мектебі. Биыл алғашқы оқушыларын қабылдаған бұл мектепте ұлттық өнердің қыр-сырына баулиды. Сонымен қатар, Ұлы дала елі орталығы, драма театры, Қожа Ахмет Яссауи мұражайы, Әмбебап кітапхана, Ұлы жібек жолы қолөнер шеберлер орталығы, конгресс-холл, концерттік залы, Алатау медиа орталығы, халыққа қызмет көрсету орталығы, әуенді су бұрғақ, Нұр Сұлтан алаңы, қабылдау орталығы, тарихи сәулет үлгісіндегі шығыс моншасы, неке сарайы, Түркістан облысының әкімшілік іскерлік орталығы, басқармалар ғимараты, департаменттер ғимараты, халықаралық әуежай, оқушылар сарайы, халықаралық стадион, цифрлық кеңсе, бассейні бар спорт кешені, смарт сити байланыс желілері, туризм бағытындағы колледж, қалалық саябақ, олимпиадалық резерв орталығы, Рексус Түркістан қонақ үйі, фитнес орталығы, 900 орындық мектеп, Яссы шағын станциясы және басқа да нысандар Түркістанның көркін аша түспек. Қаланың келешек келбетін айқындайтын бас жоспар түбегейлі бекітілген. Алда атқарылар шаруалардың еселенетіні сөзсіз. Соның ішінде Түркістан қаласының әлеуметтік экономикалық жағдайын арттыру басты назарда болса, туризм саласын жетілдіру, өндірісті өркендетіп, шағын және орта бизнесті одан әрі дамыту шаралары да күн тәртібінен түспек емес. Осы бағытта көгалдандыру жұмыстары да қарқынды жүруде. Облыспен бірге көшіп келген қызметкерлерді де тұрғын үймен қамтамасыз етеді. Мен сол тарихи шешім қабылданған сәтте Түркістанға түбегейлі қоныс аударуды отбасыммен бірге осында келіп, мемлекеттің облысымыздың гүлденуі, жандануы жолында қызмет жасауды өзімнің перзенттік парызым деп түсініп, осында қоныс аударып түбегейлі көшіп келдік. Бізге мемлекет тарапынан, облыс тарапынан үлкен мүмкіндіктер туды, жағдайлар жасалды. Соның бірі біз қазіргі таңда мемлекеттік қолдаудың арқасында қызметтік пәтерге ие болып, отбасымызбен сол пәтерде тұрып жатырмыз. Бұл деген жастарға кез келген қызмет жасаймын, мемлекеттік қызметте өзімнің Түркістанның гүлденуіне өзімнің үлесімді қосамын деген кез келген азаматқа жасайлып отырған үлкен жағдай, қолайлы мүмкіндік деп есептер едім. Мен барша Түркістан облысының тұрғындарын, Түркістан қаласының тұрғындарын, күллі түркі жұртшылығын Түркістан қаласының осы бір тарихи мәртебе алуына 2 жыл толуымен шын жүрегіммен құттықтаймын. Әлемдік өркениет орталығы ретінде дамуға бет алған Түркістанның қадамы сәтті болғай. Тасыңда сенің киелі шығар, дұшпанға жөнсіз атпаған. Бабамның асыл сүйегі шығар, бақ берекеңді сақтаған. Ақсақал атаң баталы шығар, қолынан құран түспеген. Қаршадай ұлдың атағы шығар, әлем таныса күшпенен. Қап-қара түннің сырлары шығар, қамбаса қазақ әлейхұң. Саттар ақынның жырлары шығар, жазылмай жатқан тарихың. Сендегерлердің ерлігі шығар, еншімде болса мұй далам. Тайғазаныңның кеңдігі шығар, түркінің басын жинаған. Еркіндікті алған бабамыз бірақ, тарихта қалғаш жүлдегер. Қазынан шығар, сан аңыз құрап, мадақ жазылған мүрделер. Тұраным, сенсің атпал намысым, дәлелі батыр абыздар. Қазақтығымның сақталған үшін әр қазақ саған қарыздар.